Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге Pinduoduo сайтынан алған штативпен бөлісетін боламын. Дәл осындай штатив. Міне, Yunzench деген компанияның осындай штативі. Мен осымен бірге лампасында қосып алған болатынмын. Міне, сіздерге качественный, сапалы видеолар түсіру үшін Pinduoduo сайтынан осындай штатив алғаным. Қазір сіздерге штативті көрсетейін, одан кейін лампаны көрсететін боламын. Маған осы штативтің қатты ұнаған жері, қай жер болса да осындай чехолмен бірге жүреді. Былай ұстап қалай? Былай ұстап болсын, контент түсіретін кезде болсын, дәл осы чехолға салып алып кете бересіздер. Шығарып көрсетейін. Бұл штативтің де бағасы арзан емес. Менің өзімнің контентім үшін аяған жоқпын. Ең жақсы сапалы штативті алу үшін. Әрине сіздерге сапалы видео түсіру үшін. Былайша айтқанда біліммен құйып жатқан инвестициям ғой. Дәл осындай 3 кнопкамен жүреді мына жер. И вот мына жері былай түсірем да, міне осылай түседі. Ұзын, қатты ұзын болады мен бойымнан да. И мына жерінде мынандай брайтны бар. Брайтны. Осы брайтны арқылы осылай көтеріп, мына жермен қатырып қоямыз. Былай 180 градусқа айналып, былай өзгере береді. Енді мен былай жоғары көтеріп, мынау бар. Оны астына бірау арқылы қатырып қойғанмын. Бұл телефон ұстайтыны. Мына жерде осындай ашылатыны бар. Ой. Осылай, мына жерге телефонды қойып, былай горизонтальный түрде де қойсаңыздар болады. Шортс видеоға осылай горизонтальный, яғни жалпаны түсіретін кезде осылай қоясыздар. Осылай күшті, маған қатты ұнады мына штатив. Бренд магазиннен еще өте сапасы деген айтып жеткізу мүмкін емес. И мына жерде лампасы. Лампасы бірінші түсте жанады. Бұны да мынаны алып, дәл осы жерге қатыра аламыз. Мынау телефон ұстағышы. Мына жерде осындай USB-ге, яғни телефонның зарядкасының басына тығып қойсаңыз топқа әртүрлі цветте жанады. Осындай кнопкалары бар. Міне лампасы. Яғни болашақта блогер болу мақсатында алғанмын. И мына пульті. Дәл осындай пульт. Өзіме қатты ұнады, сіздерге ұнады ма, және де сілтемесі керек болатын болса, сұрасаңыздар, немесе мен описание бөліміне қалдырып өтем. Дәл осындай Қазақстанда мен алған Қытай бағасынан да 2 есе қымбат. Есімнен шығып тұр қанша алғаны, бірақ қымбаттау. Достар, мен сіздерге алдыңғы распаковкада дәл осы үстелдің үстіне қойып, өздеріңіздің мысалға футболгерлерге күшті штатив. Тек жай ғана үшін мини штативті соның үстіне қоясыздар. Бұл да осылай 1 метрдей ұзындығы бар. Және мына жерде
мини лампасы бар. Бұл зарядкамен жүреді. Ең астында кнопкасы бар. Пока зарядкасы өліп тұр. Мен қолданғам бірнеше рет. Осындай. Мына жерінде тұрғызып қойғанға осындай. Осындай штатив.